Кейде адамның ойына қауіпті ойлар келуі мүмкін. Мәселен, мен бұл дүниеде ешкімге керек емеспін деген. Алайда бұл ой шындыққа жанаспайтын нағыз құйтырқы ой. Себебі, егер де сіз ешкімге керек болмасаңыз, сіз бұл дүниеге келместі едіңіз. Яғни сіздің бұл дүниеге келуіңіздің өзі сіздің бұл әлемге, бұл дүниеде өте қажет екеніңіздің айғағы. Және де әрбір адамның бұл дүниеге келгендегі өзінің миссиясы бар. Ол бақытты болу. Бақытты сезіне алу қабілеті ол адамда туа бітті болады. Алайда уақыт өте келе, адам өсе келе қарбалас тіршілікпен бақытты сезінудің не екенін ұмытып қалуы мүмкін. Және де сондықтан әрбір сәтте маған бақыт не әкеледі, мен неден ләззат аламын деген сұрақтарды өзіне қою өте маңызды. Бұл сұрақтарды жай ғана қойып қана қоймай, сол бақыт пен ләззат, қанағаттану сезімін әкелетін заттарды, дүниелерді, істерді жасау керек. Негізінен бақыт ол қарапайым, жай ғана күнделікті істердің ішінде болады. Мәселен, таңертең ерте ұйқың қанып тұрғанда, немесе өзіңнің сүйікті шайыңды сүтпен қатып ішкенде, немесе жай ғана баланың күлкісін естіген кезде, немесе өзіңнің сүйікті сериалыңды тамашалап, эмоцияларға берілген сәтте, ол да адамға бақыт әкелуі мүмкін. Әркімге әртүрлі нәрсе бақыт әкелуі мүмкін. Алайда ең бастысы сол бақытты маған не әкеледі деген түсінікті адам өзі қалыптастыру керек. Сондықтан сіз ешбір жаннан ашық, сен маған керексің деген сөзді естімесеңіз де, біліңіз, сіз бәрібір бұл әлемге керексіз. Сіздің бақытты болуыңыз, ол қоғам үшін өте маңызды, үлкен рөлді ойнайды. Себебі қоғамда бақытты адамдар көп болған сайын, қоғамның өзі де әрбір адам бақытты бола түседі. Жалпы эмоциялар, кез келген сезімдер, ол адамнан адамға тез берілетін вирус секілді. Сол себепті біздің қоғамда бақытты, мейірімді, жомарт көңілді, адал әрі әділетті адамдардың көп болуы өте маңызды. Сіз өзіңізді бақытты ете алсаңыз, сіз қоғамды да бақытты ете аласыз. Кем дегенде сіздің айналаңыздағы адамдар, сіздің балаларыңыз сіздің бақытты екеніңізді көріп, олар да өзіне бақытты болуға рұқсат ететін болады. Және де бір нәрсені ескеріңіз, өзіңізді өзіңізден басқа ешкім бақытты ете алмайды. Өз бақытыңыз тек өзіңіздің ғана қолыңызда. Және де ешкім сізді өз бақытыңыздан айыра алмайды. Себебі бақыт деген ол адамның ішіндегі, жан дүниесіндегі сезім, қанағат, шүкіршілік және де ризашылық.